Қайырлы таң Қазақстан бағдарламасы ары қарай жалғасады. Және енді айтарымыз, қазақ халқы бұрыннан осы жылқыны жақсы тани білген. Сонымен қатар осы бүгінгі таңда оларды зерттеп, соларды көбейтумен айналысатын ғалымдар саны да аз емес. Солардың бірі ол біздің студиямызда отырған. Таныстыра кетейік, ауыл шаруашылығы ғылымдарының кандидаты, доцент, Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті физиология, морфология және биохимия кафедрасының меңгерушісі, жылқы шаруашылығы туралы оқулықтар мен оқу құралдарының авторы Қайрат Жәлелұлы. Қош келдіңіз, Қайрат мырза. Саламатсыздар, рахмет. Енді бірден сұхбатымызды жылқылардан бастайық. Жылқылардың Қазақстанда қандай түрлері бар, қандай түрлері кең тараған, осы туралы айта кетсеңіз. Енді біздің республикамызда қазір 3 миллионнан аса жылқы саны бар. Статистикалық агенттің берген мәліметі бойынша. Соның 90% өнімді бағыттағы жылқы тұқымы, енді 10%-дай спорт бағыттағы жылқы тұқымы. Соның ішінде Қазақстанда 4 жылқы тұқымы бекітілген. Олар 1952 жылы Қостанай жылқы тұқымы міністі жегісті. Одан кейін 1976 жылы етті сүтті бағыттағы көшім жылқы тұқымы. Содан кейін 1998 жылы етті сүтті бағыттағы мұғалжар жылқы тұқымы. Сонымен бірге қазақ халқымен, қазақпен бірге жасасып келе жатқан қазақтың жабы типті етті сүтті бағыттағы жылқы тұқымы бар. Осы 4 тұқым мемлекетте бекітілген. Сонымен бірге қазір Қазақстан Республикасында көптеген 21 жылқы тұқымы өсіріледі. Соның ішінде 90 жылдары аяғында, 2000 жыл бастарында қазақ еліне тазағанды жылқылардың тұқымы келе бастады. Атап айтатын болсақ, араб жылқысы, ақалтеке жылқысы. Енді бұрыннан өсіріп келе жатқан біздің ақалтеке жылқысы бар, ағылшын жылқысы бар. Ақалтеке жылқысының мәнісін білесіздер, абсент деген әлем танитын мойын ұзын жылқы сол. Ал енді одан басқа да көптеген қазір мына орыстың ауыр жүк тартатын Жан Алтай жылқысы, қырғыз жылқысы деген көптеген жылқылар бар. Оларды түрінен қалай ажыратасыздар? Олар түріне қараған кезде фенотипі дейді зоотехния ғылымында. Демек ол сыртқа келбетіне қараған кезде бәйге жылқылардың бойы ұзын, сирақтары жұқа, жіңішке келген, екістері конституциясында ерекшелігі бөлек болады. Ал енді өнімді бағыттағы жылқылар, олар денесі ауыр, жалды, құйрығы қалың, жуан келген, енді осымен анықталады. Ары қарай да генетикасында да анықтау барысы жүреді енді. Олардың мінездері де әртүрлі болса керек? Әрине, мінезі әртүрлі. Спорт жылқысы ол өте мінезді келеді, қағылездеу келеді, шабысқа жақсы. Ал енді қазақтың өнімді бағыттағы жылқысы, ол да мінезі өте өзі қазақтың мінезіне тартқан, жуас кейде өте қағылез, асау болып келеді. Мінез жағында да айырмашылықтар өте жетерлік. Осы Абай облысында жақында әлгі аламан бәйге өтіпті. 140 шақырымға жүгіретін. Соған қатыстыңыз, е? Қатыстым. Көрермен ретінде қатыстыңыз ба, жоқ әлде? Жоқ, мен арнайы сол Абай облысының ұйымдастырушы жылқы атбегілері, солар арнайы шақырту арқылы сол 140 шақырымды эксперт ретінде және соның судьясы дейміз ғана, төрағасы Әділқазы ретінде қатынастық. Енді бұл үлкен аламан бәйге, бұл бірінші рет өткен жоқ әрине. 19 жылы өткен, сол Абай ауданында, бұрын ол Тарбағатай ауданы деп есептелінді. Одан кейін бүгін өтіп отыр. Ең қызығы қазақтың жергілікті мініске арналған жылқысы 140 шақырымды 7 сағат 12 минутта бағындырды. Ал 19 жылы ол жылқы 130 шақырымды 6 сағат 40 минутта бағыпты. Ол жылқының аты Тарпан деген. Ол қазақтың төлтума жергілікті міністі жылқы тұқымына жатады. Сондықтан қазақтың жылқысының ішінде біз айтамыз, тек қана қазіргі түсінік бойынша қазақ жылқысы жабы барлығы өнімді бағытта деп ақпарат болады. Олай емес, соның ішінде өз бағытына байланысты жылқы тұқымдары бар. Сондықтан осы Тарпан 2 рет бағындырып отырды. Бұл әлемдік рекорд. Бірақ енді біз қазақ елі бұл ұлттық ат спорт ойындарына болып жатқан оқиға. Енді бұны рекордтар әлемдік Гиннес кітабына кіргіземіз деген ой бар.
бірақ енді дамыған елдер мүмкін бұл оймен келіспеуі мүмкін. Себебі 140 шақырым ол тоқтамай шабамыз. Ол физиологиясына қатты әсер етеді. Қалыпты физиологиядан біз ауытқуымыз мүмкін. Яғни 20 шақырым сайын тоқтау деген жоқ. Бұл ережеде жоқ. Тек қана шабандозды ауыстырады? Шабандозды ауыстырады. Енді тоқтауына мүмкіндігі бар, бірақ енді топтасып шауып келе жатқаннан кейін олар бір-біріне қалғысы келмейді. Әйтеуір, биылғы жылдың бәйгесіне көңіліңіз толды ма? Биылғы жылға толды. Одан кейін мынау пандемиядан кейін көп ұлттық бәйгелердің ойыны ай сайын, күн сайын міне болып жатыр. Осы жерден әңгімемізді үзе тұрайық, иә? Енді денсаулықты сақтап, ұзақ өмір сүрудің ең тиімді жолы ол салауатты өмір сүру, сонымен қатар спортпен шұғылдану және серуенге шығу екенін сіздер білесіздер. Ал егер де серуенді осы атқа мініп ұйымдастырсақ, сондай керемет болар еді. Тақырыпқа қатысты тілшіміздің бейнематериалына кезек берейік. Ең бір ерке жануар. Біз осы ат спорты, жылқыларға қатысты әңгімемізді ары қарай жалғастырудамыз. Қайрат мырза, Қайрат мырза біздің студиямызға өзінің кітаптарын алып келді, иә? Қысқаша айтып өтейік бұл кітап. Қандай кітаптар? Мынау учебник бұл Ресей ғалымдарымен, Тимирязев академиясының ғалымдарымен, Диомин деген ғалыммен бірлесіп отырып жазылған, Қазақ ұлттық аграрлық университеттің ғалымдары бірлесіп жазылған кітап. Бұны Ресей мен Қазақстан аграрлық университетінің студенттері оқиды, сонымен бірге Есенгі бойынша оқиды. ТМД дейміз ғой қазір. Енді келесі кітап, мынау арнайы осы ат спорты соңғы кезде бізде дамуға байланысты оқулық ретінде Қазақстан Республикасы білім ғылым министрлігінің бекіткен оқулығы. Бұны аграрлық университеттің студенттері оқиды. Авторы, бұл кітаптардың барлығының авторы мен енді Ресей ғалымдары. Демек енді бұл оқулықта айта кете сізге қазіргі таңда, жаңа айттым ғой, 2000 жылдан бастап Қазақстан Республикасының таза қанды жылқылар кірді. Солардан туылған, солардың төлдері Қазақстан Республикасында қазір қолтума, төлтума жылқы ретінде танылды. Яғни сіздердің зерттеулеріңіздің нәтижесі осы жерде? Нәтижесінде осы жерде бар. Сол қазіргі бізді мына ұлттық аламан бәйгелерде қолтума жылқылар өз нәтижесін көрсетіп жатыр. Соны бір тұқым ретінде, немесе тип ретінде қазір ғалымдар мен ат бәйгелер бірлесіп жұмыс жасап жатыр. Сол туралы 9-шы қыркүйек күні Атырау облысы Миялы ауылында республикалық тәжірибелік танымдық конференция өтеді. Соған үлкен сенаттан, үкіметтен және ат бәйгелер жиналады. Сол жерде конференцияда осы нәтижелердің барлығы айтылады. Негізі көп тақырып қамтылған екен. Жылқылардың тарихынан бастап ат спортына қатысудың ережелеріне дейін бәрі бар екен осы оқулықтың ішінде. Рахмет, Қайрат мырза, біздің студиямызға келгеніңізге. Сіз өз кәсібіңізді, жылқыларды қатты жақсы көретініңіз көрініп тұр. Өйткені жылқылар туралы айтқан кезде көзіңіз жанып тұрады аға. Рахмет. Сондай бір әдемі әңгіме болды. Табыстар тілейміз. Әмин, рахмет. Сәттілік тілейміз. Ал енді бүгінгі бізге берілген уақыт осымен аяқталды және сіздермен ертеңге жоқ келесі аптаға дейін қоштасамыз. Демалыс күндеріңіз жақсы өтсін және міндетті түрде осы Еуразия бірінші арнасы қосылу болсын. Ары қарай эфирде Доброе утро Казахстан бағдарламасы біздің әріптестер, сондықтан ешқайда ауыспаңыздар, Еуразия бірінші арнасымен бірге болыңыздар. Келесі аптада кездескенше қош сау болыңыздар. Сау болыңыздар.